Қайырлы күн достар, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пайғамбарлардың сипаттары. Пайғамбарлар да барлығымыз тәрізді кәдімгі қарапайым жандар. Олар да біз сияқты ішіп жеуге мұқтаж жаратылыс. Әрі басқалар секілді ауырады, дүние де салады. Оларда ешқандай тәңірлік сипат жоқ, және оларға құлшылық етілмейді. Аллах тағала оларды күнәдан сақтаған. Оларға бүкіл әлемдердің Раббысынан өзгелердің маңдайына бұйырмаған уахи нәсіп болған. Аллах тағала Құран кәрімде: шынында мен де сендер сияқты адаммын, маған құдайларыңның бір ғана құдай екендігі уахи етілуде деп айт деген. Олар Аллах тағала жүктеген міндетті жеткізу жолында барша ауыртпалықтар мен қиындықтарға шыдап, үлкен сабырлылық көрсеткен. Мұның бірден бір айғағы ретінде Аллах тағаланың Мұхаммед елшілерден табандылыққа ие болғандар сабыр еткендей сабыр ет деген ұлы сөзін келтіруге болады. Пайғамбарлар тек ер адамдардан шықты. Аллах тағала: біз сенен бұрын да тек ер кісілерді жіберіп, оларға уахи еттік дейді. Олардың ешқайсысы ғайыпты білмеген. Пайғамбарлардың ең ұлысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туралы Аллах тағала: Мұхаммед, мен өзім үшін Аллах қаламаса пайда да зиян да келтіру билігіне ие емеспін. Егер де ғайыпты білетін болғанымда, жақсылықты көбейтіп алар едім, және маған ешбір жамандық тимес еді. Мен тек қана иман келтіретін ел үшін ескертуші және қуанышты хабар жеткізушімін деп ескерткен. Демек, бұдан ұғатынымыз барлық үмбетке ескертуші пайғамбар келген. Себебі Аллах тағала ішінде ескертуші өтпеген ешбір халық жоқ деген. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.